Сәлем достар, осы видеода ақшаны көбейтуге көмектесетін маңызды кеңестермен бөліспекпін. Видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін, сонда сіз бұл кеңестердің барлығымен таныса аласыз. Ендеше кеттік. Қарыз алмаңыз. Өмірде қызықтырғыш нәрселер көп. Кезекті кредитті аларда 7 рет ойланыңыз. Мүмкіндігіңізге, жағдайыңызға қараңыз. Кредит алмас бұрын өзіңізді бақылауда ұстауды және ұстамды болуды үйрену керек. Жеке қаржыңызды бақылауға алсаңыз, қымбат нәрсені кредитсіз алатын жағдайға жетесіз. Ақша жинаңыз. Қаржылық тренер және қаржы тақырыбындағы бірнеше кітаптың авторы Бодо Шефер былай дейді: ертеңгі күніңізді жақсарту үшін бүгінгі күніңізден кішкене аласыз. Ақша жинауды әдетке айналдыру маңызды. Мысалы, ай сайынғы табысыңыздан немесе әр түскен табыстан 10% алып қойып отырыңыз. Қосымша кіріс көздерін табыңыз. Ақша көбейтудің тағы бір ережесі активтер жасау. Бұл жерде активтер үздіксіз пассивті кірістің көзі. Мұндай кіріс қаншалықты көп болса, олар соншалықты көп ақша ағынын қалыптастырады. Активтердің кең тараған түрлері: акциялар, облигациялар, жылжымайтын мүлік, патенттер, авторлық құқық, зияткерлік қабілет, веб-сайттар мен блогтар, әлеуметтік желілердегі дамытылған парақшалар немесе топтар. Ақшаны санаңыз. Ақша есепті жақсы көреді. Егер қаржыңызды бақылауға алғыңыз келсе және оны көбейткіңіз келсе, өзіңіздің жеке және отбасының кірісі мен шығысын есептеп үйренуіңіз керек. Күнделікті кірістер мен шығындарды жазып жүруге тырысыңыз. Ол үшін арнайы қосымшалар жүктеп алуға немесе Excel'де бухгалтерия жүргізуге болады. Содан соң бюджет құрып, соны сақтауға тырысу керексіз. Басты ереже: ақшаны ақылмен жұмсау. Қызықтырғыш нәрселерге берілмеңіз және кезекті қажет емес затты алмауға тырысыңыз. Жалқаулықпен күресіңіз және тиімді ұсынысты жіберіп алмаңыз. Негативті қаржылық көзқарастан арылыңыз. Басыңызды ақшамен байланысты дұрыс емес негативті ойлар мен кедейшілікке бағдарламалайтын әдеттер болуы мүмкін. Олардың пайда болуына тәрбие, мінез құлық ерекшелігі немесе жеке жағымсыз тәжірибе әсер етуі мүмкін. Сіздің мақсатыңыз оларды жағымдылармен алмастыру. Бәрі қарапайым. Ақша сізді жақсы көру үшін сіз оны жақсы көруіңіз керек. Ақшаңыздың қандай да бір бөлігін қайырымдылыққа беріңіз. Қаншалықты берсеңіз, соншалықты аласыз. Қанша беретініңізді өзіңіз шешесіз. Мысалы, табысыңыздың 1%-ын беруден бастауға болады. Алайда жақсы ниетпен беріп үйрену маңызды. Дамуға және білім алуға ақша бөліңіз. Соның ішінде қаржылық білімге ақша бөлу маңызды. Ақша ағынын басқаруды және өз қаражатын инвестиция жасауды әр адам үйрене алады. Осымен видео аяғына таяды. Егерде осы айтылған кеңестер ұнаса, лайк басып және бұл туралы өз ойыңызды пікір алаңына қалдырсаңыз болады. Және арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.